құрметті оқушылар, бірінші сабақтағы ең соңғы қойылған тапсырмалардың жауаптарын қазір көрсетемін. Қазіргі өтетін тақырыбымыз өсімдіктердің вегетативті көбею тәсілдерін зерттейтін боламыз. Өсімдіктердің өсімді көбею тәсілдерін зерттеу үшін біздер өсімдіктің вегетативті мүшелерін қарастыратын боламыз. Тәсілдеріне көшпес бұрын бірінші өсімдіктің құрылысымен танысайық. Суретте көріп отырғанымыздай, бірінші, егер де толықтай өсімдік деп алатын болсақ, оның өзінің суретте жер асты және жер үсті бөліктері бар. Жер асты бөлігінде бізде тамыр жүйесі көрсетілген, және тамыр. Ал жер үсті бөлігі бізде өркен деп аталады. Өркен неден тұрады? Өркен бізде сабағынан, жапырақтан, бүршіктен, гүлден секілді өсімдіктің бөліктерінен тұрады. Вегетативті көбеюдің бірінші тәсілі бұл өсімдіктің түйнектері арқылы. Түйнек дегеніміз не? Түйнек дегеніміз өсімдіктің түр өзгерген жер асты өркені. Түсінікті ме? Яғни түр өзгерген жер асты өркені. Құрметті оқушылар, көріп отырғандарыңыздай бұл картоп түйнегі. Картоп түйнегі түйнек төбесінен, түйнек негізінен, өсіндісінен, көшелерінен тұрады. Егер мына шынайы видеоны қарайтын болсақ, мынау картоп, басқасын таппадым, осындай. Мыналар қаламмен көрсетілген, бұлар картоп көшелері болып есептеледі. Яғни бұдан бізде егер қолайлы жағдай туындаған кезде жаңадан ағзалар, жаңа жас ағза пайда болады. Картоп төбесі және картоп негіздері де біздерде айқын көрсетілген. Осылай кесу арқылы біздер міне картоп түйнектерін қалдырдық. Мына ортасын тағы бір кесуге болады. Осылай кесіп, егер топыраққа егіп өсіретін болсақ, жаңадан жас ағзалар пайда болады. Тағы да бір вегетативті көбеюдің бір тәсілі бұл пиязшық. Яғни пиязшықта біздерде түр өзгерген жер асты өркені болып есептеледі. Пиязшық арқылы көбейту тәсіліне толығырақ келетін болсақ, суретте сіздер қызғалдақ, яғни тюльпанды көре аласыздар. Тюльпан көктем айында өніп өсіп гүлдегеннен кейін тіршілігін жоярдың алдында жас пиязшықтарды қалдырып кетеді. Сол жас пиязшықтардан жаңадан ағзалар пайда болады. Келесі вегетативті көбеюдің түрі бұл сұлатпа бұтақтар деп аталады. Ол кезде өсімдіктің өркендерін, яғни тамырлану үшін арнайы жерге қарай бағытталып көмеді. Сондықтан көмгендіктен оны ары қарай біздерде жаңадан тамырлар қалыптасады. Қосалқы тамырлар қалыптасқаннан кейін оны кесіп тастаймыз да жаңадан бөлек өсімдік алуымызға болады. Вегетативті көбейтудің жасанды жолдары бар. Ең бірінші бұл қалемше арқылы. Яғни қалемше деп отқанымыз бүршігі бар, жер үсті өркеннің бөлігі болып есептеледі. Яғни біздер белгілі бір өсімдікті өсіру үшін сол бөлігін бүршігі бар, яғни ары қарай өсуге деген барлық белгілер бар бөлігін алып кесіп аламыз да, оны арнайы өсу стимуляторлар ұнтаққа саламыз. Одан алып топыраққа отырғызып, қолайлы жағдай тудыра отырып, біздер жаңадан өсімдік алуымызға болады. Тағы да басқа біздерде жасанды вегетативті көбейтудің жолы бұл телу. Телу кезінде біздерде бастапқы, яғни өсімдіктің өркенін кесіп, одан біздер келесі бір өсімдіктің өркенін жалғай отырып біздерде өсіру болады. Телу әдісінің пайдалану мақсаты әртүрлі, бірақ мен тек бір ғана мысалын келтіретін боламын. Мысал ретінде екі өсімдікті алайық. Бірінші өсімдікте тамыры толық жетілмеген, ал екінші өсімдікте жер үсті өркені нашар дамыған. Яғни біздер телу әдісі арқылы екеуін бір-біріне ұластырамыз. Біріншіден, екі өсімдікті де біздер сабағынан кесіп аламыз. Одан кейін бірінші өсімдіктің сабағын үшкір етіп, суретте көрсетілгенде кесеміз. Ал екінші өсімдікті керісінше ортасынан кесіп, арасын ашық етіп жасаймыз. Одан кейін осы екі өсімдікті бір-біріне жақсы нық етіп, мұқият түрде қосып,
шүберек немесе кез келген орамал секілді заттармен орап жауып қоямыз. Бұл екі қосылған өсімдік тез ұласып, жана сау өсімдік біздерде шығады. Құрметті оқушылар, қандай да бір қателіктер болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып, кеңес берулеріңізге болады.